Так, запись кетті, все идет. Здесь запись идет, здесь запись идет. Контрол есть, свет есть. Мы начинаем. Всем привет, всем ассаламу алейкум. С вами еще раз Текемет каналында Доха. Бүгін біз Альзаби тобының, яғни Альтаир мен Абидің Қазақ Вайб деген, яғни тиктоктағы хит болып атқан әніне клипіне солардың ол жақында шықты, бірақ та мен оны қарап ести алмай қалдым. Ол кезде мен ауылда болып қалдым. Сондықтан мен қарай алмай қалдым. Осыдан бір 3-4 күн бұрын шықты. 4-5 күн бұрын даже. Ештен кеш шақ, ничего страшно. Сондықтан қысқа да нұсқа кеттік. Осылай жарады. Кереге продакшн. Мен Керегені айтпақшы, бай білем жалпы. Сырттай таним. Давай 4К мачой. Full HD қандай формат ма? Ну қазір код скемен тұр ғой. Full HD 4К жоқ. Мен еще мына бэкстейджін көрдім, бір тиктоктан көріп қалдым. Рэппен сүрет еще. Блин, Full HD только. Ни о чем не по теме, кругом маскарад. Их клоуны в деле, это масхара. Капсина басхарат, девидан шашал до синеге бассалат. Чисто результат, чисто мандайтир. Микрофон кулака, бір бөлмелі пәтер. Көріп кел, ақша алып айту осың көріп кел. Если понимаешь, в чем суть, а не без таких. Не хаваю на бартер, я готовлю сам. Чё там, где там, гиста карай сал. Сегодня у нее борсаки в инстаграм. А вчера клуб там, клубка по ночам. Музыка прикольно, но клип особо, понимаем, өзеннің клиптарынан кейін вообще өтпей жатыр. Бүтүлі. Ана Кереген көтеріп жатқан кезде не редкамен түсірген, бірақ та дұрыстап бекітпеген, қолмен ұстап жатыр, ана жаққа өткен балалар бүйтіп көтеріп жатыр, камера шатат етіп жатыр, короче. Это как-то раздражает. О, вот это прикольно. Прекрасный, Букуберы борзый, на самом деле красный. Какие-то тряпки, играет со мной прятки. Сен сладкий до сторон, соған согласен. Бүгін мұна соска, ойнады кино жестко. Айтсам оны жігітіне, қарады кос. Танцполдағы қыздармен, танцпол, бұл шанс қой, потому что холостой. Ladies, gentlemen. Мен түсінбедім, осы загрузка не үшін қойды екен? Мен компым ноутым қатып қалмай демін, но бірақ не үшін қойды екен? Непонятно. Қазір айтам, бір нәрсе ұнамай жатыр маған қазір. Бізді күнде той, қазір бәрі важны, бәрі дорогой. Маса. Короче, клип ұнаған жоқ. Қысқа, во-первых, во-вторых, қысқа енді әнге байланысты ғой. Но сюжет ұнаған жоқ. Қазақ вайб, білмеймін, динамичный өлеңге, бірақ та киіз үйде ұнаған жоқ. Здесь там, короче, любой жерін ашсам не шыға береді. Камера не үшін қоза береді?
Вот осыны не үшін істеді? Мен білмеймін, что-то. Логикасы неде? Не, переход па примерно? Міне қарашы, ебать, что за хуйня? Дірілдете береді. Ну, танцоры, да, хорошо, өлеңге сай, динамика беріп тұр танцоры. Танцор или танцы. Білмеймін, короче, бишілер, короче. Мынау кайф осы картинка. Бірақ та клип маған особо ұнаған жоқ, арзанға түсірілген. Көрініп тұр арзанға түсірілгені. Сосын что есть? Бір локация, киіз үй. Да, бір локация, киіз үйдің айналасы. Арзанға түсірілген сол жерден көрініп тұр. И потом свет жағы, бояу жағы, там еще декорация. Еще ана қыздарды танысып жүр, лицолары неде тиктокта жүрген қыздар, бишілер. Оларды особо жалдау қымбатқа соқпайды. Киіз үйдің арендасы особо да қатты алып жатқан қымбат емес. Киім, онда да бір екі киім болды. И оператор, и бір, енді білмеймін, топырақ шашпай қойын, но бірақ та арзанға түсірілген клип бағасы қанша екенін білмеймін. Қысқа да нұсқа маған особо ұнаған жоқ. Өлең кайф, өлең себебі кайфтық себебі ол не тиктокта көп таралып кетті, сондықтан не болғаннан кейін шығар. Құлаққа үйреніп қалғаннан кейін өлең нормально сияқты себебі былай тыңдай беруге болады күн сайын. Астында жатқан не мағына да жоқ, бір қатты бір кайф, бір мағына жатқан жоқ, бір ұғып алатын бір качество да жоқ. Сондықтан өлеңге примерно 10-нан 7, 6-7 деген баға берем, клипқа 4 деген баға берем, короче, сондай. Примерно сондай. Клип ұнаған жоқ маған. Мысалы, кімдердің 91-дардың немесе өздерінің клиптарын қарасаң, ладно, мағына болмаса да там красивее, чем әдемі, білмеймін. Түп, пора отыра берген кетті. А здесь дірілдей береді, и локация хуйня, короче, ну, такой. Не знаю. Ну, жалпы бүгінгі менің берген реакциям осындай. Әлзабимнің Алтайыр көріп қалатса, безавид пацаны. Бұл менің жеке ойым. Если что, менің жалпы бағам осы. Так что бүгінге осы. С вами был Доха. Каналға тіркелуді, подписаться етуді, лайк басуды, комментарий жазуды, астына чоза қандай комментарий жазғыларыңыз келеді, любой комментарий жазыңыздар, без проблем. Жаман, жақсы, қолдап кетсеңіздер болады. Самое главное, подписаться етіп, лайк басып и колокольчикті басып қойсаңыздар, мен күнделікті болмасын, күн ара болсын контенттер шығарып отырамын, содан құр қалмайсыздар. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған Доха. Всем большой рахмет.